Сәлеметсіздер, мен Қызылорда облысы Жалағаш ауданы Теміржігенов ауылы Әбдікәрім атындағы нөмір 10 орта мектептің 9 сынып оқушысы Қамбардияз Исаұлы. Мен мамандық таңдаймын номинациясы бойынша презентациямның тақырыбы дәнекерлеуші отты мамандық. Неге бұл мамандық? Бұл мамандық таңдаудағы менің басты себебім дәнекерлеуші мамандығы маған өзінің шығармашылық және техникалық үйлесіммен тартымды, бұл кәсіп жоғары дәлдікті, жауапкершілік және кәсіби дағдыларды қажет ететін жұмыс. Сонымен қатар, дәнекерлеуші әрқашан сұранысқа ие әрі жалақысы жоғары болып келеді. Бұл мамандықта басты таңдаудағы себепкерім ол менің әкем. Әкемнің қасымда бала кезден көмекші бола жүре отырып, мен осы мамандықтан өзімнің қызығушылығымды арттырдым. Бұл мамандықтың шығу тарихына тоқтала өтсек, бұл мамандық сонау ежелгі дәуірден бастау алады. Мыс және темір дәуірлерінен бастап біздің заманымызға дейінгі шамамен 3000 жыл металдардың біріктіру іздерін тапқан. Олар көбіне Египет, ежелгі Қытай, Грекияда дамығандығы анықталған. Орта ғасырларда темір ұсталар металдарды бір-бірімен біріктіру үшін соғу әдісін пайдаланған. 1800 жылы Хамфри Дэви электр доғасын ойлап тапқаннан кейін 1881 жылы Николай Славянов осы электр доғасын жетілдіре отырып, оны өнеркәсіпке енгізді. 1904 жылы Оскар Келберг жабынды электродтарды ойлап тапты. 20 ғасырдың ортасында автоматтандырылған дәнекерлеу әдістері кеңінен қолданыла бастады. Қазіргі таңда лазерлік, ультрадыбыстық және роботтандырылған дәнекерлеу әдістері қолданылады. Осы мамандық бойынша атақты тұлғалар: Евгений Патон, бұл дәнекерлеу, яғни электр доғасын әрмен қарай жетілдіре отырып, осы сала бойынша өзінің біршама еңбектері мен жаңалықтарын қалдырған. Ол Киев қаласында өзінің орта колледжін ашып, қаншама шәкірттерін тәрбиелеп, осы мамандықтың болашағын жаңғыртты. 1881 жылы Николай Славянов осы электр доғасын жетілдіре отырып, оны өнеркәсіпке енгізді. 1904 жылы Оскар Келберг жабынды электродтарды ойлап тапты. Оның сыртын кремний, магний, күкірт сынды басқа да химиялық элементтермен араластыра отырып қаптаған. Осы мамандықтың таңдау үшін адам бойында қандай қасиеттер болу қажет? Бұл мамандық бойынша сіздің бойыңызда жоғары жауапкершілік, назар аударта білу, кеңістікті ойлау және физикалық төзімділік болу қажет. Дәнекерлеуші мамандығы деп отырғанымыз металл қиындыларын бір-бірімен біріктіру болып келеді. Осы мамандықтың негізгі арнайы киімдерімен таныстырып өтсем, бұл мамандықтың негізгі киімдері бекітулі. Олар, яғни адамның бет әлпетін қорғайды оның маскасы мен оның көзәйнегі. Көзәйнегі адамның көзін жарқылдардан қорғайды. Ал егер оның қолғаптары мен киімдері екеуі бір міндет атқарады. Адамның денесін күйеден және терісінің зақымдануынан қорғайды. Адамның аяқ киімдер жалпы құрылыс саласында өте басты маңызды рөл атқарады. Себебі сен ауыр заттарды көтерген кезде қолыңнан тайып кеткен жағдайда, аяғыңа құлаған жағдайда аяғыңның сыну қаупінен қорғайды. Дәнекерлеуші мамандығының артықшылықтары мен кемшіліктері. Артықшылықтары: жоғары сұранысқа ие мамандық, жалақысы жоғары және де түрлі салаларда жұмыс істеу мүмкіндігі бар. Оның кемшіліктеріне тоқталсақ, өмір қауіпті жағдайларда жұмыс істейсіз, ден еңбегін қажет етеді, және тұрақты оқып дағдыларды жетілдіруді қажет. Осы мамандық бойынша сіз қандай салаларда жұмыс істей аласыз? Осы мамандық бойынша сіз мұнай және газ салаларында, авиация және көлік, кеме жасау салаларында, өнеркәсіптік өндіріс жағдайларында жұмыс істей аласыз. Бұл мамандық бойынша сіз қай жерлерде білім алуыңызға болады? Бұл мамандық бойынша сіз Қазақстанның әр өңірлерінде білім алуыңызға болады. Соның ішінде Қызылорда облысында білім алатын жерлер: Жалағаш индустриалды аграрлық колледжі, Мұстақым Ықсанов атындағы Қызылорда политехникалық колледжі, Исат Әбдікәрім атындағы агротехникалық колледж. Қараған техникалық университеті осы дәнекерлеуші мамандығының жоғары оқу орны болып табылады. Және де басқа қалаларында Алматы мемлекеттік политехникалық колледжі, Атырау энергетика және құрылыс колледжі, Астана қаласында кәсіптік техникалық колледждер бар. Дәнекерлеуші мамандығының мансаптық болашағы. Жалпы дәнекерлеуші мамандығы мансаптық болашағы: жоғары білікті дәнекерлеуші бола аласыз, және де жетекші инженер немесе шебер болу мүмкіндігіңіз бар. Өз кәсібіңізді ашып немесе кәсіпорындарда жұмыс істей аласыз. Ал ендігі де осы менің алғашқы қадамдарыммен тамашаласаңыздар.
Бұл видеода сіздер көріп отқандарыңыздай мен әкеммен бірге алғашқы қадамдарымды жасап отырмын. Осы видеода мен әкеммен дәнекер пісіру жұмысын істеу барысында біршама тәжірибе жинақтаған болатынмын. Бұл видеода біздер 8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесіне байланысты осындай гүл шоқтарын істеген болатынбыз. Әкем екеуміз. Радайым. Қызылорда облысында Мұстахым Ақсанов атындағы политехникалық колледждің дәнекер ісінің маманы бойынша өндірістік оқыту шебері Жүзімбетов Батырбек ағамызбен сұхбаттасып қайтқан болатынмын. Бұл Мұстахым Ақсанов колледжінің ішкі көрінісі. Бұл пісіру жұмыстарына арналған жеке кабинкалар. Жүзімбетов ағайым, яғни Батырбек ағайымызбен бірге сұхбаттаса отырып, біршама мәліметтер білдім. Енді келесіде сұхбаттаса ғана қоймай, тәжірибемен де айналысып айтқан болатынбыз. Бұл жерде біздер тәжірибе алмасу барысында біршама тұрмыстық заттар істеген болатынбыз. Соның нәтижесінде осындай ақша жинайтын кабинет және де тұрмыстық затқа қажетті осындай ошақ істеген болатынбыз. Мынадай қоқыс жәшігі де бар. Исатай Әбдікәрімов атында Қызылорда аграрлық техникалық колледждің жоғарғы колледжінің оқытушысы Темір ханым, яғни Дәулетбаева Нәкіл Нәбиқызымен сұхбаттасып айтқан болатынмын. Бұл сұхбат кезінде мен сол апамызбен бірге апамды көріп түсінген болатынмын. Жалпы осы дәнекерлеуші болу үшін адамға қыз ұл деп бөлудің де керегі жоқ екенін. Бұл жерде де ол кісімен де шамалы біраз тәжірибе алмасып айтқан болатынмын. Нәкіл апамыз бізге дәнекерлеу түрлерін негіздерін түсіндіріп өткен болатын. Ал енді сөз кезегін қорытындылай кетсем, жалпы дәнекерлеуші мамандығы Қазақстанда да, шетелде де жоғары жалақы ие. Автоматтандыру дамып жатса да, бұл кәсіп қол еңбегін қажет ететін маңызды мамандықтардың бірі болып қала береді. Дәнекерлеуші мамандығы болашағы бар, тұрақты, сұранысқа ие кәсіп. Бұл салада жұмыс істеу үшін сізге жауапкершілік және еңбекқорлық және техникалық дағдылармен жұмыс істеу қажет. Егер сізге технологиялармен жұмыс істеу ұнаса, немесе металды өңдеумен қызықсаңыз, мен сізге осы дәнекерлеуші мамандығын ұсынамын. Назарларыңызға рахмет.